Аларыңыз насылдым. Бүгін мынандай бір пікірге келдім да, сондай ой тұжырымға деп па. Бұрын бірінші сыныптан бастап орыс тілі, ағылшын тілі үйрететін. Қазір орыс тілі екінші сыныпқа кетті, қазақ бөлімдеріне. Ағылшын тілі үшінші сыныпқа кетті. Қазақ бөліміне орыс тілінің не қажеті бар? Жарайды, орыс диаспорасы, орыс этносы Қазақстан Республикасы тұрады. Орыс мектептерін қазірше жапқан жоқ. Олар өзінің сыныбында оқып жатыр. Бізге қазақтарға оның не қажеті бар? Неге біз кішкентай күннен балаларымызды ол тілге үйретеміз? Біз болды, егемендік алдық қой. Бізге оның не қажеті бар? Онда бүкіл тілдердің бәрін оқытайық, онда соған мұғалімге ақша төлейік, онда француз тілін оқытайық, араб тілін оқытайық, қытай тілін оқытайық. Бүкіл бастауышқа онда бүкіл әлем тілдерін бәрін, ағылшын тілін жаңа бүкіл әлем тілдерін бәрін қосып қояйық онда. Сол бастауышта орыс тілін алып тастасын. Жоғары сыныптан қазақ сыныбында, қазақ бөлімінде орыс тілін алып тастасын. Біз өзіміз қазақ мемлекетінде тұрамыз ба? Егемен тәуелсіз елде тұрамыз ба? Өзіміздің ана тілімізді оқиық, өзіміздің қазақ тілімізді. Болды.